Ақмола облысы бойынша соттар әкімшісінің жетекші маманы Нұртай Шарапұлы Смағұлов ұры бабамыз Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы Әміровтің бастауымен Абайдың даналық сөздерін оқу бойынша әр сөзінен ұғындырған ұрлық тақырыбымен өтіп жатқан эстафета челленджді қордап, сіздердің назарыңызға Абайдың «Жесіз түнде жарық ай» өлеңін ұсынамын. Жесіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп, қарын ағаш жапырағы сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, тау жаңғырып, ән қосып, үрген ит пен айтаққа, келмеп пе едің зор тосып, жолығуға аураққа. Таймандамай тамырзып, бір суынып, бір ысып, дем ара алмай дамырқып, елең қағып, бос сосып. Эстафета кезегін әріптестерге жолдаймын.